Hold up. Ассалаумағалейкум, сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Достар, біздің көптен қойылатын сұрақты керекті фотоларды қайдан алдың? Немесе қайдан алса болады, қалай алса болады деген сұрақтарға біз бүгін жауап береміз. Біздің екі сабақ, 86-87 сабақ достар, өте көп қойылатын сұрақтарға жауап ретінде видео түсіріледі. Бұған дейін түсірген, бұған дейін қаншама посттарда жазып жүргем, сонда да біреулер сұрайды. Арнайы сол кісілерге видео сабақ. Окей, достар, біздің фотошоп сабақтары деген ВК-дағы группамызға кіреміз. Бірнеше түрі бар, достар, соның алудың сіздерге біртіндеп шетінен көрсете беремін. Окей, бірінші комментарий. Бірінші очерк, достар. Мен керекті фотоларды әрдайым комментарийге қалдырамын. Сол комментарийға кірсеңіздер, сол фотошоп посттың комментарийына кірсеңіздер, достар, керекті материалдарды сіздер таба аласыздар. Егер закрепиттен таппай қалып жатсаңыздар, мінекей обсуждение деген бар. Обсуждениеге кіресіздерде барлық сабақтар деп тұрады, достар. Мінекей мына жерде жазылған. Видео қолданған керекті фотоларды көрсетілген сабақтың ссылкасына кіріп, комментарийден алсаңыздар болады. Және топтың фото альбомында бар деп, сол сабақтың атымен жазылған. Неге барлық сабақтарға кіресіздер, мына жерден сабақтарды қарайсыздар. Өзіңізге ұнаған іздеген сабақтың сілтемесін басасыздар, достар. Мысалға біздің көк түтін деген сабақ, мысалға осы сабақ ссылкасының үстінен басам, неге сол сабақтың постына әкеледі мен, және сол посттың комментарийінде осы керекті фотолар тұрады. Комментарийінде мен PNG болса PNG форматта, JPEG болса JPEG форматында сақтаймын. Сіздер фото альбомнан көрі комментарийден алғандарыңыз әлде қайда ыңғайлы. Неге достар, мына жерде қаншама сабақтар тұр, сілтемесіне кіріп астына түсіп аласаңыздар болады. Менен сұраудың қажет жоқ, достар. Менің SMS-терімнің көбісі осы сұрақпен толып қалады, шыны керек. Бұрыннан келе жатқандар білмейді, енді жаңадан көріп жатқандар қалай алса болады деп айтады. Енді үшінші тәсіл, достар, фотографиядан кіріп альбомыға кіреміз. Альбомыдан мінекей, достар, сол сабақтың аттарымен аталған сол сабақтың, яғни керекті фотолары осы альбомдарда бөлек-бөлек 74-ші сабақ, 76-ші сабақ деп бөліп жазып қойған. Мінекей мына жерде керекті фотолар. Бірақ та, достар, бұл жерде бір артықшылығы, яғни бір кемшілігі, PNG форматта бұл жерде фотолар жоқ. Бәрі JPEG форматта фотолар болып түседі. Сіздер бұл жерден алу сіздерге ыңғайсыздау болады, себебі ол жерде бізде всегда JPEG сақталады. Ал PNG формат комментарийді. Енді біздің обсуждение, описание кірсеңіздер, YouTube желісіндегі каналымызға тіркеліңіздер деп тұрады. Үшін, достар, неке біздің YouTube каналға кіресіздер. YouTube'тан көріп отыратындарға, достар, бұл YouTube'тан көріп отыратындарға, мысалы, неке жарық деген сабақты ашайын. Неке осыдан кіреміз, неке описание деген нәрсе бар. Окей, неке осылай бассаңыздар описание ашылады. Неке бірінші сілтеме, егер мен фотода керекті фото қолдансам, осы сілтеме міндетті түрде ашылады. Бұл Google Диск деген бар. Google Дискке сақтаймын, достар, мен бұны. Неке осы бірінші сілтемені бассаңыздар, мен қарай астында тегін Pixar, біздің Instagram ссылкасы бар. Google Диск осылай шығады. Окей, үстінен басасыздар. Егер YouTube-тан көріп жатсаңыздар, неке бұл жерде де PNG форматында жақсы качествомен сақталады. Дисктен, яғни осы жерден де алсаңыздар болады. Бұл арнайы YouTube-тан көретін достарға, яғни VK-дан көретіндерге әлдеқайда удобны комментарийден алсаңыздар болады, достар. Мінекей біздің осы тәсілдермен керекті фотоларды аласыздар. Видеоның соңында кішігірім өз-өзіме реклама жасап кетейін. Менің видеоны қысқартылған түрлі фотошоптары менің Miko.pro Instagramда отырам, достар. Инстаграмда жазылсаңыздар болады. Көптеген видео процесстерді өзім жайлы видеоларды, фотоларды салып отырам. Және біздің фотошоп сабақтары, яғни Pixar'тың Instagram бойынша қазақша ресми парақшасы, Қазақстанда бірінші ашылған және ресми Қазақстандағы парақшасы, осы Pixar KZ парақшасы. Бізге өздеріңіз суреттеріңізді Pixar арқылы, достар, жіберіңіздер. Pixar'та бізді pixar.kz-та өздеріңіз отмит етіңіздер, және де хэштегпен жіберіңіздер. Сіздердің ұнаған фотоларыңызды, жақсы шыққан фотоларыңызды біздің өзіміздің Pixar KZ-ге салып отырамыз. Достар, сау саламатта болыңыздар. Келесі сабақты күтіңіздер.